Азық-түліктің тендерлеріне қатысуға бола ма? Және ода пайда бар ма? Менің есімім Арслан Қамбаров, тендер экспертімін. Егер тендерден қандай да бір кеңес керек болатын болса, мен профиліме өтіп, парақшама жазылыңыз. Егер сіз тендерді енді бастаған болсаңыз, азық-түліктің тендерлерінің сіз аз суммадағыларына қатысыңыз. Сол кезде сізде риск аз болады. Сол аз суммадағы тендерлерден сіз тест жасап көресіз. Осы азық-түліктің тендерлеріне қатысуға бола ма, болмай ма деген сияқты. А егер сіз тендерді бұрыннан жасап жүрсіз, бірақ азық-түліктің нишасына өткіңіз келсе, онда нормально өзіңізге қажетті суммаға қатысыңыз. Бірақ бір нәрсені біліңіз, ол жерде баға өзгеріп кетсе, одан қорқудың қажеті жоқ. Оны мен өзімнің жеке сабақтарымда айтамын, не үшін екенін. Ал бір жылдық договор жасалса сізде 10 миллиондық тендерді ұтып алсаңыз, сіз ойламаңыз, маған дәл қазір 10 миллион керек, жоқ. Сіз бір жылдық договор жасадыңыз. Ол 10 миллионды 10 айға бөліп тастайды, немесе 12 айға бөліп тастайды. Вот сол кезде айына 1 миллион теңге немесе 900 мың теңгені сізге айына